баршаңызға. Мен өзімен андай женский емдік шай демдеп алдым. Және де мындай сушеный ананаспен сушеный манго жеп отырмын. Бұны маған сыйлыққа келіп берген болатын. Өте дәмді екен. Мындай манго құрғатылған, яғни сушеный. Апельсин де өте дәмді. Және кеше кешкі асқа паста жасаған болатынбыз. Сол пастаны жеп отырмын. Ұйқыдан тұра салып плотный тамақ дегенге келетін болса, қазір мен үйден шығып кетемін. Сондықтан күн суық, жақсылап тамақтанып алу қажет. Үйден шығып бара жатырмын. Ассалаумағалейкум, Құралайдың оқырмандары. Барлықтарыңызға сәлем. Аллах тағала барлықтарыңызға, отбасыларыңызға бақ, береке берсін. Амин, амин. Иншалла. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Жүздеріңізден күлкі өтпесін. Мен құрбыларыма келе жатырмын. Мұнда той көйлектері бар. Жақында менің бір құрбым тұрмысқа шығады. Оны сіздер кеше көргенсіздер. Салтанат деген. Біз тамақтануға келдік қыздармен. Салат Цезарь. Енді порциясын айтамай үлкендігім. Қанша размерде үлкен. Вареники етпен жареный. Палау, салат. И Нургулия. И Шамина. Кеше түрін көріп қалғансыздар уже. Бүгін өтірге алып отыр деп па. Жоқ, бір жеп отырмыз просто. Мен үйде шай ішіп отырмын. Мындай батончикпен әнелдім. Өте дәмді екен. Және бізде торт фисташковый, бірақ мен торт жемеймін. Және де сорпа пісіріп жатырмын. Қазір көрсетемін. Мінекей күшті сорпа, тауық сорпасын жасап жатырмын. Уже пісіп қалды. Қазір астын өшіремін. Сөйтіп үйдегілерді шайға тамаққа шақырамын. Жауап берші. Көзімді ғана сірсеңіз болады, кірпігіме дейін болып тұр. Сіз, Ақмарал ханым, жауап беріңізші. Неге YouTube сіздің фотоңыз таңдап ала береді? Өйткені YouTube маған ғашық. Не істеп жатсың? Өлең іздеп жатырмын. Өзім өлеңімдерімнен де Сен өлеңдерің бай. қарамақ қойыңшы. Міне, Негізі әдемірек болған да жері ше, қиып тастаған ғой. Сіздің сіңіріңіз қиған. Шығарған өлеңдері кітапшасын яғни шығарған. Өмір салты, Абайға арнау, ақыр заман, шүкіреттің, жалған. Ағаның жартысы деп жазып қойсай. Тәуелсіздікке 25 жыл. Ескі ғой. Тәуелсіздікке 25 қазір 27 жыл уже. Сол ескі ғой. Ұнаймын да. Жылама қыз. Осы бар ғой, неде шығарған Абай оқуларында, короче, бір қыз өлең шығарғанда, мұңын шағаттан да соған ответ ретінде ғой, типа. Оқиыншы я. Өзіңнің қаншасына? Иә. Жылама қыз, жылауыңа болмайды. Ол жігіт көз жасыңа тұрмайды. Алда сені күтіп тұр талай белес, жылай берсең, бағың саған қонбайды. Егілме сен, жылама, езілмеде, тағдыр ғой тура келер төзуіңе. Үмітсіз қалсаңда сынбасын сағың, күтпа күтті өмірден еш түңілме. Махаббат деген негізі жұмбақ нәрсе. Сұлулыққа қарайды көздер көрсе. Сырт келбеті маңызсыз дегенменен жан көрмедім қарайтын ішкі әлемге. Ғашықтық болар ғайып, бірақ сәтте жанарға жанның басқа сұлу енсе, байқамай қадам басаң лай кешесің, көктем ғой, батпақ қазір барлық жерде. Жігіт мәгіт балалық махаббатың,
кезігер жолыңнан өзі шын бақытың. Асығып еш нәрсеге керек емес, білім ал, сол болсын мақсатың. Сен күлкің келеді шын айтсам барлығы. 2 жыл 3 жыл бұрын болдым енді. Я мына сырты өтірік өткені короче срочно бірдеңе керек болды да. Сол кезде мұғалім алды да өзгертті саған ғой. Жырттың ба? Аха. Мен жырттым бірақ. Үміттенбе. Неге үміттенбе? Тұра тұршы. Үміттенбе. Короче үміттенбе. Үміттену керек қой. Жоқ ол басқа типа менен үміттенбе деген сияқты. Типа мен саған бір не қылмайын деген сияқты ғой. Қарамайым деген сияқты. Ұстазым. Мектебіме ана жерде махаббат кетеді, одан кейін мектеп ұстазы кетеді. Соның не үшін? Осындай болған кезінде. Ойбай. Қартайып қалдым ғой десең, иә. Біз Магнумға келдік. Не алу керек екенін кіргеннен кейін ұмытып қалғансың ғой. Сол мен де білмеймін де оқимын еще. Айран алуға келгенбіз. Красный бархат тортының бисквитін жасау керекпіз. Иә. Қашан мен өзім айтып бізге айран алу керек. Иә. Өзі айтып үйде айран жоқ деп. Өзіне не алу керек десем, ұмытып қалған білмеймін дейді. Ну, это я умею. Это ты точно умеешь. Менің каналым қазақша, сондықтан қазақша сөйлеу керек. Ой, кешіресіз. Дейсің ғой. Қане айран? Айран қайда? Айран. Ку-ку, айран. Қайдасың? О, мен мұндамын. Міне айран.